Мана ошо айтып, бир күндө гана башкырт тилин эслеп, хатırlап, айтып тилди, конечно же, албетте же биз аклап кала алмайсакпыз. Файдаға жоқ деп ойлаймын. Да, это отрадно, что пытается, мына мен даже ұрыса өзім сөйлеп бардым, но файдаға жоқ деп ойлаймын. Біле, мына Қорған өлкәһендә болдық бетінде біз егеттермен, Силәбилә болдық, Пермьдә, Ырымбурда болдық. Ондағы башқұрттар evet, башқұрт тілі деп ебешеп атып оқыталар балаларын мектепте. Қорған өлкәһендә мен аптыраным. Заявление алар, нейдәрте? Атайсалар, что башқұрт тілі дәрістері болғын и оқыты деп. Бізде Башқұртстанда атайсалар, наоборот, отказываться етелер. Шуға мені бомбит. Шуға. Нейде, Силәбе өлкәһендә целая методика изучения башкирского языка в Челябинской области деген өздерінің методикалары бар. Целый китап. Біләгім, мен вообще просто матына айтмен айта алмаймын. Ырымбур өлкәһендә мектепке язып қойғандар, там РАНО министерство, там образование қаршы болдылар, но біз мына яздық инде, біз потому что башқұрт мектебі, біз мында башқұртса оқимыз деп. То есть әрбір бала целый мектепте виз башқұртса берілді. Бізде ладно, көйгіден файда жоқ. Мен айтылар өйтін, қолай Ибрахим башқұртса көп язалар, мына сіздің арағызда язушылар көп язалар. А что, сіз не можете, что ли, балаларыңызды үйреттерге? Үйретіңіз башқұртса. Бірінде проблема жоқ, просто башқұртса аралашығыз удара. Жоқ, өйлешмейді енді топ. Как это өйлешмей? Мен аңламайым, есегенде балаң, өзің толдырған балаң, хенің мән бір өде ешіған балаң, башқұртса өйлешмей. Башқа хаймаслық хәл. Бала түгіл, хез өйлешмейді оның мән башқұртса. Бала өйлешер ені хезің мән. Мультиктар көп қарай rusса, да, қарайдыр бегірек. Если, мына біздің білеген енді методика болды кәлеш мінен. Біз просто аңламай өтіп. Русса өйләхә, ол бізге рус тілінде өйләхә, біз аңламаған кеші болдық. Ну, типа, ол бізге өйләй, даже бір мәлді мам тип кетті, не мам кеттен әсі әуа. Как можно? Сондай матур өзді, әсей, атай, үлісей. Потом ұлғайған күнде менің өзімдің личный выражением бар. Сіз ұлғайған күнде ұлтырасақы дед да бабка бұл. Потому что үлесей мен ұлатай деп, сіздің ендерге уже айта алмайсақ. Сіз просто дед да бабка, деда и